Асан деген бай баласы, Үсен жарлы баласы екеуі құрдас екен. Бір күні ел көшкенде қыр астында ойнап жүріп, ескерілмей екеуі жұртта қалыпты. Бір мезгілде үйге баралық деп келсе, ауыл жоқ. Құр жұрты жатыр. Асан айқай салып жылай бастады. Үсен ойланып тұрды да айтты: жылағанмен еш нәрсе өнбес. Көшкен ауылды іздеп табалық. Елді қайдан табамыз? Қай жаққа кеткенін де көргеніміз жоқ, деді Асан. Үсен үндемеді. Асанды ертіп көшкен жұртқа келді. Жұртта бір көзі сынған ине жатыр екен. Оны алды және бір пышақтың сынығын, бір-екі уыстай қыл тауып, оны да алды. Сонан соң ауылдың жұртын айнала жүгіріп жүріп, көштің кеткен сүрлеуін тауып, сол сүрлеуге түсіп жүре берді. Біраз жер кеткен соң сүрлеуі екі айырылды. Мұны көріп Асан жылай бастады. Енді қайсына түсеміз? Деп Үсен қарап жүріп біреуіне түсті. Мынау сүрлеу. Бүгін жүрген көштің сүрлеуі екен. Малдың жас тезегі бар, деді. Біраз жер жүрген соң Асан қарным ашты деп жылады. Үсен үндемей келе жатса, екеуінің алдынан бір үйрек ұшып ұзамай қасына қонды. Асанның онымен ісі болмай жүре берді. Үсен жүгіріп барып, сипалап жүріп, үйректің орнына 6 жұмыртқа тапты. Асан қуанып жұмыртқаны аламын деп еді. Үсен алдырмай, жолдан адасып, көп күн жүрсек, бізге тамақ керек болар. Үйректі де ұстап алайық, деді. Асан айтты: қалай ұстаймыз? Үсен: мен әкемнің ұстағандарын көріп едім, деп манағы жұрттан тауып алған қылдан есіп тұзақ істеді де, оны апарып үйректің ұясына құрды. Мұнан соң Асанды шақырып алып, екеуі бір таса жерге, қалың шөптің арасына барып жатты. Көп ұзамай-ақ үйрек қайта ұшып, жан-жағында адам көрінбеген соң ұясына келіп қонды. Бітегеннен соң Үсен түрегеліп, жүгіріп ұяға барып еді, үйрек ұша алмай далбырлады да қалды. Қараса, үйрек мойнынан тұзаққа ілініп қалған екен. Үйректі Асан тірі алып, ойнап баралық, деді. Үсен айтты: жоқ, әкем үйрек қазадал құстар мұқтаждықта. Құдай тағала бұларды адамға алып тамақ етуге бұйырады. Бірақ тірілей байлап, матап, әуре ету обал деп айтушы еді. Әуре етпей, бауыздап алалық деп манағы жұрттан тауып алған пышақтың сынығымен бауыздап алды. Мұнан соң келе жатып, түс ауған уақытта екеуі өзен судың бойына жетті. Су ішіп сусындарын қандырған соң Үсен айтты: енді бір тамақ пісіріп желік. Асан: от жоқ, не қылып пісіріп желік, деді. Үсен үндемей су жағалап жүгіріп кетіп, бір шақпақ тас тауып әкелді және шапанның бір кішкентай жыртылған жерінен аз ғана мақтас суырып алып, оны тастың үстіне қойып, бәрін бармағына ғана қатты қысып тұрып, манағы пышақтың сыртымен тасқа қатты ұрып еді. От шығып мақта тұтанды. Сонан соң айналасына аз ғана тезек үгіп салып, Үсен өзі отты. Үріп тұтандырып жатып Асанды қутал жинап алып келтеп жіберді. Тал келтірілген соң от жағып, әуелі жұмыртқаны отқа салып пісірді. Онан соң үйректің жүнін жұлып, бұтарлап, бір талдан істік естеп, үйректі отқа қақтады. Піскен соң екеуі де жесіп, тойып алысты. Тамағы тойған соң көңілінен уайымы шығып,
Асан су жағалап жүгіріп кетті. Бір мезгілде дауыстады: «Үсен, Үсен, мынау тай жердегі балықтарды қарашы» деп. Үсен оған қарамай баяғы жұрттан тапқан инені отқа салды. Ине біраздан соң оттың күшімен еріп қызарды. Сол уақытта пышақпен инені алып ептеп иді. Қармақ істеді. Сонан соң Асанды шақырып: «Сен шегіртке тере бер» деді. Де өзі манағы қылдан есіп қармаққа бау істеп байлап, талдап кесіп оған сап істеді. Сөйтіп қармағы әбзелімен даяр болған соң Үсен суға барып, Асанның жиған шегірткесін жемге шаншып, қармағын суға салды. Су әдемі, айнадай таза су екен. Ішіндегі ойнаған балықтары көрініп жүретұғын. Сөйтіп тұрғанда шабақтар дүркірейіп келіп қашты. Қараса бір шортан келген екен. Ол шортан жемге де қарамай, тәкаппарланып, жайымен былғандап өтіп жүре берді. Шортан өткен соң манағы бытырып кеткен шабақтары тағы жалма-жан жайылып келісіп, жемнің айналасында ойнап, бірін-бірі қуып, жемге де тиіп қашып, соғып өтіп жүрді. Сөйтіп тұрғанда шабақтар және дүркірей қашып жоқ боп кетті. Қараса бір бөлек ала-бұғалар келген екен. Жемді ең бұрын көрген біреу тоқтамастан келіп аса келіп қалғанда, Үсен қармақты тартып алып, оны қарға шығарып тастады. Сол қалыпша Үсен бір талай ала-бұға алды. Келсе өз ауылдарының мал екенін, малшылар Асан Үсенді көріп, оларды да қуанып, біреуі әке-шешелерінің сүйінші сұраймыз деп шауып кетті. Өзгелері балаларды атқа мінгізіп, ауылға алып жүрді. Жолда келе жатып, малшылар айтты: «Сендердің жұртта қалғаныңды біліп, кешеден ауылдың жан біткен іздеуге кетіп еді» деп. Нақ бесін мезгілінде балалар аман-есен үйлеріне келіп, әке-шешелеріне қосылды дейді.